Зажим. Зажим до конца. Давай, өз каналыңа жібердім. Жедім мынау. Таксаға жеп кетті бала. Жеп көрсет тағы да енді. Сәлем, менің каналыма қош келдіңдер. Мен Жәнемнің Мама Санара. В общем, Малайзияда әртүрлі фрукты бар. Соның ішінде дуриан деген жемісі дейді. Жегенге дейін тозақ дейді, жегеннен кейін жәннат деп айтты. В общем, сол дурианды жеуге келе жатырмыз. Қалай енді тоқ тұрған жоқсың ба? Иісі ненің иісі саған? Ұнамай тұр, в общем, маған вообще ұнап тұрған жоқ. Көреміз қазір. В общем, дуриан деген міне мынандай фрукты екен. Сырты колючий, еще өте жұмсақ. Мәссаған қараңдар. Айбай, еще қатты екен сырты. Иісі сасық. Еще сасық. Малайлар бұны жегенге дейін тозақ дейді, жегеннен кейін жұмақ дейді да. В общем, кейбір адамдарға реально жұмақ болады, мынаның иісі деген сасық. Біздер үшін жұмақ қой бұл. Номер один фрукт. Бұдан келеді фрукт жоқ. Жұмақтың иісін сезіп тұрған жоқпын бірақшы. Ұстаудың өзі. Қалай ләззатпен жеп отыр малайлар. Қайсы көрейік. Міне. Мына кісілер рахаттанып жеп жатыр енді. Мәссаған. Мен мангоны сөйтіп жей аламын енді. Свежий ма деп жатыр ғой деймін деген ба? Мынандай свежий ма деп сұрадыңыз ба? Не деп сұрадыңыз? Бір сорт па деп сұрадым. Бір сорт па деп па? Бұның түр-түрі бола ма не? 100-ден аса сорт бар ғой. Мәссаған. В общем, осы фрукты жеген. Популярный бір өзі 10-15 түрі бар. Бірақ жалпы дурианның сорттары өте көп. Самый қымбат и самый популярный сорты Мусан Кинг деп аталады. Бұны малайлар өте қатты жақсы көреді. Көрейік енді. Уже мұрным жаңағы иіс сезбей қалды. Жайлап дайындап жатыр. Бұны без прогрева жеу өте қиын. Прогрев жасап, сөйтіп жеу керек дейсіз ғой, дайындап, маркетинг рекламасын жасап деген сияқты. Міне Ками бәріміз қазір жейміз. Камера ұнайтын жоқ. Assalamualaikum. How are you? Only one type of Moussant King? Yes, Moussant King. Do you have another type? В общем, сұрап жатыр. Moussant King? No, this one, one or one? Aiwai? Yes, Aiwai. Okay. Moussant King, 3 Moussant King, 1 Aiwai. В общем, сондай бер деді ғой. Апау, сіз қалай, сізге бұл фрукты ұнай ма? Өте қатты ұнайды. Өте. Сіз нешінші реттен жедім дедіңіз? 5-ші реттен. Мен бірінші рет болса енді мен қиын болайын деп тұр енді. Мен үйреткен жоқ, дайындаған жоқ. Вообще дайындаса күшті. Жаңа ағзаға пайдалы, витаминге толы. Единственный фрукттың ішіндегі күкірті бар. Әлемдегі жалғыз фрукт это. Ішінде күкірті бар, әлемдегі жалғыз фрукт екен дуриан. Күкірт емес қой, насасығы. Аллай өте пайдалы. Пайдалы. Алла насіп етсе, жіпсіп ағзаңа пайдалы болғандықтан жеуге тырысылады. Жеп ал. Наоборот, кеткенше жеп ал. Кішкене витаминға толып, энергияңды көбейтіп соның. Болды, апа. Дуриан жеуге дайындалып отыр, в общем, бәрі. Bismillah. Что там? Now Aiwai. Yeah. Мынау кәдімгідей шүкір ғой. Нормальнырағы ма? Иә. Сендерге иіс келіп жатыр ма? Манго сияқты. Надан көріңдер бізде.
Ayboy, qo'rqib o'tirdim. Al bismillah. Ajımınız geçer, ajım. Sen ajım da kansa. Mayo, şimdi. Hatsın cimiydi o ya. Şimdi Dani'nin cimiste. Durian deb jetning narsamiz qolgan ben. Bilmayman endi. Amina savaş Ayshondan vaqt Sinir geç kalay oldu. qiynalib turibdi. Ha, niye açın var? Avay o'z kanalingga Yedim. Kichkin jedim Kun taksana deb ketdi bolam. Jeb ko'rsa tag'da endi подписчикlarga ko'rsinlar qancha. Bravo, ben ne yapayım? Açmışsın. O'sha. Aysha jirsa. Sen yur. Arzon sanatma. Энджу жақсы көреді дейді ал. Давай, Энджу, за тебя. Күшті ма? А? Ұнап жатыр ма? Түсірсе өзет бар. Жүрші ал көрейік дұрыстап. Ұнап жатыр, я? Энджуге ұнап жатыр. Мына бала дым жемеді. Қандай нәрсе ойшы. Негіз осылай жеу керек екен, міне осылай да, әлі апада жеп досына. Не деймін енді? Нұрияның фанаттары сізді түсінбейді, просто қазір видеодан кейін де айтады да қалай дәмді ғой деп. Екіге бөлінейін деп тұрмыз ғой, в общем, жей алмағандар дегендер бұл. Жей алмадық. Камеге қарап, жегім келіп тұр да. Tanımayınlar bu çok çalın. Аузымдан дәмі кетіп жатыр. Дата вот терлік біткен соңғы. Хамитжан, неге саған жаңа дуриан ұнамады? Өйткені вообще күшті емес болды енді. Мә, дәмі бар ғой, аузымызда қалып кетті ғой. Үйде сол жақта 2 сағат сөйлесіп отырған. Не қылмадыңыз? Мә, ананың дәмі әлі кетпей жатыр. Соның дәмін кетіру үшін біз пицца жеуге келдік. Манди Мұхамеджанның ең жақсы көретін тамағы осы қай жақ десек болады? Араб мемлекетіндегі ең жақсы көретін тамағы осы. Манди деген тамақ қоймайды бұл сол тамақты. Осы үшін қазір манди алдық. Ненің дәміне ұқсап дұрымың? Ойбай, дұрым деп ғой жаңа дуриан. Говно жеп көріп бедің не? Енді неге ұқсайды? Маған анау суда тұрған сасып кеткен пияз бар ғой. Сол келді ғой. Мен оны жеп көрмегем. Соны иісі келді. Дәмі айтамаймын, в общем, менің дәмі екен. Жедің ғой? Мен дедім ба? Үштерге жемін, бір құзықтан Просто қоя салдың ба сосын? Мен ғана екен ғой 2-3 рет жеген сол үшін. Невкусный лайм ғой. Мен просто ана ұят болмасын деп отырып былай. Өтірік дедім ба, бет тигіздің ба ерніңе? Камилармен кездестік, Мұхамеджанның каналында, иә? Мағжан ағаң ұнады ма? Күшті кісі екен, иә, Мағжан ағаң? Сол? Не айтасың? Енді қараңыздар, осыдан кейін біз Малайзияның басқа фруктыларын жеп көретін боламыз. Осы видеодан кейін сразу басқа дәмдердің, басқа фруктылардың дәмін татып көреміз. Көрсесің бе? Жалғастыру керек қой мына видеоны. Жалғастырайық. Манди ең дәмді. Манди дейтін тамағы міне мынандай. Мен кедемайын, Мадинада жеген кезде. Мадинада жегенбіз, ол вообще дәмді болған, иә? Енді мынау да дәмді негізі. Ну тоже нормально. Мұхамеджан өстіп қолымен күріш жегендей жейді ғой енді. Малайзияның барлық мынандай фруктыларын сатып алып келіп отырмыз.
сол дәмдерін сіздермен бірге тататын боламыз. Қайсының Сіздерге дәмін иә, дәмін айтамыз. Мысалы, мынандай фруктылар бізде Қазақстанда бар. Бар. Бірақ біз почему-то бұндай фрукты вообще жемейді екенбіз. Біз жесек мынандай фруктылар жейді екенбіз. Нандай. Ал енді біз мынандай фруктылар қонақ шақырған кезде негізі мен аламын өзім. Мынандайлар. Бірақ өзім жемейді екен. Прикиньте, қонаққа барғанда да мен өзім жемейді екен. Алма, сондай өзіме андай дәмдерді жейді екем, да мынаны жемейді екен. Прикиньте, енді бүгін балам екеміз қазір Барлығын дәм татып, сіздерге дәм айырмашылығы бар ма, соны айтамыз. Иә. Давайте бастаймыз ба? Нау, өздеріңіз көріп тұрғанда міне жүзім. Обычный жүзім. Мен бұны жуып жатып, уже жеп қойдым. Дәмі бізде өте жұмсақ болады. Дәмді болады, бізде сочный болады. Мынау кішкене қаттылау. Бірақ андай ғой, дәмі өзгеше дәм бар. Без косточек соғышын. Без косточек, мынада косточка жоқ. И дәмі басқаша, чуть-чуть басқашалау біздікінен. Піспеген жеп атқан сияқтысың, дәмі бар жүзімнің. Қыртылдайды. Бірақ бәрібір біздікі күшті. Айтшы. Жемеген адам ұқсап отыр. Қазір позорды шығаратын аушы. Күшті қытырлатып тұрып жей бересің. Оннан 10. Жүзім. Оннан 100. Енді келесі бізде қазақшасы, орысшасы голубика, қазақшасы көкжидек. Бұл менің ең жақсы көретінім бұл. Бірақ көп жемейміз біз бұны да. Қарақатқа келеді дәмі. Тура қарақат, почти қарақат. Қарақаттан үлкен. Бірақ қарақаттың дәмі. Аружандан да. Жегіштеп Аружан мен Айша таңдап алды. Жемейсің бе? 10-нан қанша? 7. 10-нан 7. 10-нан примерно сондай. 7-8 менде. Мынандай жүн-жүнді. Манго. Мангончик. Мынаның аты не еді? Не деп едік? Жаңа оқыдық қой, интернеттен атын. Қалдық бірақ достар. Кім білет, комментарияға жазыңыздар. Тікен сияқты, бірақ дым тікен емес, қараңыздар. Дым тікен емес ме? Біреуін қыздарға берейік, не бізде 2 штук қараңыздар. 2 штук. Біреуін қыздарға деп қойық, біреу бізге. Мен қазір мынаяқтан кесіп, мән керек болса ортасында дәнімен кесіп сағыз. Уақ емес. Қасыға келесің ау, не қыса балам? Мына ортасындағы әппақты жеу керек біз ғой. Қорқа береміз ғой, құрсын. Күшті балам. Жүн-жүннің ішінен мынандай нәрсе шықты. Дәні бар. Сен қасыға келем дегенше мен үшін жеп қойын дептім. Ой! Нәнде кішкентай фруктыйдың ішіне осында нервым айтсыме еще екемізге де 2 штук әкелем. Кішкентай жоқ екен. Отельдің қасықтары осындай енді. Мына дәнін алып тастайын деп едім ғой. Дәнсіз жеу керек. Білмеймін, дәнін обычно жемейді ғой. Енді өзіңдікін, мә әлі мен саған жартысын берейін. Мә, отырсай жерге. Бай отыр. Мынандай чеснок сияқты оқпалы ға. Оннан 10. Мынандай күшті күн жүн-жүн. Қорықпай жіп көріңіздер. Түкірме. Мынаның аты не еді? Басынан бір күйдіргі ғой, күйдіргі. Достар, кім ақылды сол біледі. Негіз ақыллылар да білмейді негіз.
Кім біледі сол жазып көтіңіздер. іші мынандай екен, қараңыздар. Бұны да өзі сөйтіп ашып жейтін сияқты. Түсінік сияқты, немене қызық, ә? Біріншісі жеп көріңіз. Конечно, мен жеп көрдім. Үлкендерге шанс беремін, орын беремін. Сіздерге көрсетемей жатырмын шы, түрінің қандай екенін шы. Чеснокқа ұқсайды. Дәмді ма? Не дәмей? Білмеймін не дәм. Жеп ағасың ба? Дәмі неге ұқсап тұрғанын да білмеймін даже шы. Медуза сияқты. Медуза жеп көріп пе едің? Иә? Жеп көріп пе едің? Давайте мандариндерінің айырмашылығы бар ма, жоқ па? Бисмилля. Обычный, тура біздің апельсин сияқты. Манго, 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 манго. Қайда? На. Кофеин. Тура біздікі. Ланта бірдеңке деп айтқан, не деп айтып еді балам? Осыған сеніп жүрген, менде мұны. Мындай суына ағызып отырмын, көгеріп кеткен мынау. Тамақ көгеріп кетеді ғой. Берден, я. Ортасындағы жеуге болмайтын нәрсе ма? Мені қайсын жейтін оның? Қай жерін жейді? Көреміз. Мен мангоның любителі. Қазір көремін. Манго негізі осындай есі ма? Өстіп жеген ыңғайлы міне. Әкеңіз біреуін жейін. Мә. Қалай екен? Точно? Голубика да күшті екен. Күшті болғанда. Болын. Бәш мен де жеп көрейін. Ең ұнамағаны, маған мынау қышқылдау екен. Или мен жеуге болмайтын нәрсесін жеп жатырмын ба, енді білмеймін қазір. Мынаны жүгіріп па, может быть. Мынандай нәрсе. Қазір ChatGPT-ден сұраймыз не деп болса. Барлық фрукты ұнады, барлығы. Мынау да ұнады, мына жүн-жүнді ұнады. Достар, біз бүкілін жеп көрдік. 6-7-12 деп ойлайтым. Айша, шашың жылады ғой. Достар, видеоны аяқтай көрек, өткен мен бүкілін сіздерге көрсеттім. Дәмін айттым. Ғалмен. Сол үшін сіздер қанша қарған үшін рахмет көп-көп. Сіздер мына фруктылардың қайсысын жеп көрдіңіздер? Просто біз Қазақстанда мән бермейді екенбіз. Қонаққа барамыз, жемей кетеміз. Қонақ шақырамыз, жемей салып қоямыз да, бірақ үйде дым қалмайды қонақ шақырғанда. Осыларды аласың ғой, дастарханда дым қалмайды, алып кетеді, соны жеп көрмейсің, сол күйі кетеді. Қонаққа барасың, жеп көрейін десең, деп ойланып отқанда ол да жоқ, в общем, сол ғой. Кім лайк бастайды соған? Бір ұрып қоймай тұрғанда лайк басыңыздар деген ба? Лайк, комментарий, подписка, колокольчик барлығын істеп кеттіңіздер. Күшті болды. Бізге Малайзияның, Куала-Лумпурдың барлық фруктылары ұнады. Бұл жақта фруктыларды көп жейді адамдар, е? Саған қайсы ұнамады енді айтсай? Мына ұнамады, мынанда жемеді жағы. Жүнді жемеді даже. Тағы. Жүн ұнамады ма анау? ұнамады. Күшті емес пе? Анау ұнамады. Қайсы? Мынау ма? Күшті фруктыларды ұнатпады мынау үшін. Барлық. Өңке Алматыда жеп жүрген фруктыларын ұнатып отыр ғой, қарасаңдар. Жүзім мен голубика, жаңа көкжидек, мандарин, манго. Осы төртеу, как всегда, жеп жүрген өзінің фрукты, соларды ғана ұнатып тұр ғой. Мынандайларды Алматыға барған мен алып берем мен саған, назлы жейсің, құқтың ба жеп үйреткізем мен саған.
Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздерге лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде комментарийға сіздер осы фруктыйдың қайсысын жедіңіздер, қайсы сіздерге мүлдем ұнамайды, қайсысын жақсы көресіздер, соның бәрін жазып кетіңіздер. Біз міндетті түрде оқып жауап беретін боламыз. Енді видеоны аяқтау керек. Қош сау болыңыздар. Пока-пока.